Қайырлы күн, бәріңе сәлем. Бүгін бізде қонақта арнайы графикалық дизайнер маманы Назима ханым. Назима ханым 140 ұбт-ға дайындық мектебінің арнайы графикалық дизайнер бөлімінде жұмыс жасайтын маман. Жалпы дизайн саласында 3 жыл, ал графикалық дизайн саласында 1,5 жылдық тәжірибесі бар маманмен бүгін өте пайдалы сұхбат, өте пайдалы әңгіме болады деп ойлаймын. Назима ханым, кішігірім өзіңіз туралы таныстырып, дизайн саласына қалай келдіңіз, осы туралы айтып берсеңіз. Жақсы. Барлығына сәлем. Есімім Назима болады, Назима Абдукаримова. Жалпы 140-та жұмыс жасаймын қазір. Және СДУ университетінде мультимедиа ғылымдары мамандығында оқып жатырмын. Жалпы сол. Ал дизайнға қалай келдім? Дизайнға осыдан бірнеше 2-3 жыл алдын мен колледжде оқып жүргенде бізде веб-дизайн деген сабақ болатын. Вот сол кезде алғашында сайттың дизайндарын HTML-мен жазып бастадық. Сол кезден бастап маған қызық болды дизайн. Салыстырмалы түрде қарағанда басқа сабақтарға. Таңға дейін маған мысал үшін ақысыз жасалынатын бір жақсы көріп жасайтын бір жұмыстарымның бірі болды. Солай веб-дизайннан бастадым, одан кейін графикалық UI UX бойынша білім алып бастадым. Қазіргі таңда енді опыттармен бөліссем, бірінші алғашқы ресми жұмыс менде СДУ-да болды, СДУ Extension School-да жұмыс жасадым дизайнер ретінде, одан кейін қазіргі таңда 140-та жалғастырып жатырмын. Өте керемет. Жалпы осыған дейін жасаған жобаларыңыз туралы, ол жердегі қалай табыс таптыңыз, осы жөнінде айтып кете аласыз ба? Жалпы СДУ-дағы жұмысқа дейін менде жаңағы заказдар болатын, әртүрлі логотип жасауға, сайт жасауға деген сияқты. Одан кейін мен ресми түрде жаңағы СДУ-да жалғастырдым жұмысымды, одан кейін қазір 140-та жалғастырып жатырмын. Барлық проектім ерекше, өзіме жағымды, сондай жақсы көріп махаббатпен жасаған проекттер болды. Осы дизайн саласы сізді не үшін шабыттандырды? Дизайн жалпы негізі өте көп, айтсам себептері өте көп, бірақ басты бір 2 себепті айта аламын. Біріншісі, дизайн ол сені, например, өзімді айтсам, өзімнің ішкі сезімдерімді, жүректегі, ішіндегі сезімдерді, эмоцияларды және миымдағы бір жеткізгім келетін мағыналарды жеткізу үшін маған бір көмектесетін құрал, немесе өнер. Барынша дизайн жасаған кезде ол жерде шектеу болмайды, біз қалауымызға қарай бір мағынасы бар керемет нәрселерді жасап шығаруға тырысамыз. Жаңағы сол әлеуметтік қоғамға визуалды түрде керемет нәрселерді жеткізу, ұғындыра алу, сол мүмкіндігін және де екінші басты себеп ол бізде функционалдық. Жалпы дизайн өмірдегі барлық салаға қатысы бар салалар, біздің тіршілігімізге деген сияқты, қозғалысымызға, оқу материалдарымыз барлығына адамдардың өмірін жеңілдететін салада. Осы 2 бағыт мені ерекше шабыттандырады. Осы үшін мен дизайнды өте қатты жақсы көремін. Жалпы кез келген нәрседе біз әуелі архитектурасын, оның сызбасын құрып аламыз, кішігірім дизайнына да мән беріп кетеміз. Дизайн бастамай, ешқандай жоба басталмайды негізінде. Біздің IT саласында да білемін ғой, сайттың приложениесін жасасақ та, қандай да бір платформаны құрардан алдында біз міндетті түрде дизайнын құрып аламыз, одан кейін барып разработчиктерге жұмысты тапсырамыз. Үй салатын кезде де архитектурасына бірінші архитектор сызбасын сызып бермейінше үйді бірден бастап кете алмайды ғой. Жалпы әрбір айтқан нәрсеңізге келісемін. Осыған дейін сізбен әңгімелескен кезде сіз айтатынсыз, сіз дизайн мен үшін бәрі деп. Киімді салған кезде де, киімді тігетін болса да оның бірінші дизайнын құрады. Өте керемет қызық мамандықтың бірі. Бірақ мен өзім кодингқа в основном көңіл бөлетіндіктен дизайн туралы көп нәрсе айта алмаймын. Бірақ сізбен маған әңгімелескен өте қатты қызық. Сіздің осыған дейін жасаған жобаларыңыз немесе идеяларыңыз, ерекше жұмыстарыңыз туралы сөйлесе аламыз ба? Әрине, жалпы өте көп проекттермен айналыстым деп айта аламын. Оның ішінде енді ең барлығы маған ұнайтын негізі. Барлығында өзіндік орны бар, ерекшелігі және естеліктеріне толы. Бірақ біреуін айтсам, мен осы дизайнды енді бастап жатқан кезде мен бір факультетке, бір университеттің бір факультетіне логотип жасағанмын, спорт және өнер факультетіне. И менің алғашқы жұмыстарым, алғашқы логотипім, и оларға ол өте қатты ұнаған. И қазіргі таңда ол
бір факультеттің флагы болып жүр да, Вау. туы болып жүр. И олар мақтанышпен соны ұстап жүреді. И ол маған ерекше әлі күнге дейін шабыт беретін, мақтанатын проекттерімнің бірі. Ал бірақ былай барлығын жақсы көремін проекттерімнің. Керемет. Барлығы ерекше. Өте күшті. Өзіңнің жасаған жұмысыңды біреу мақтанып киіп жүрсе немесе оны ту ретінде ұстап жүрсе өте керемет бір сезім беретін шығар өзіңе. Жасаған жұмысыңды біреу қолданып жатқаны адамды бақытты ететіні сөзсіз. Осы сізде шығармашылық дағдарыс болып тұрады ма? Соңғы кезде сезініп жүрген қиындықтарыңыз және де оны қалай шешуге тырысып жатырсыз? Осы туралы не айта аласыз? Көрерменге не ұсынар едіңіз? Жалпы бұл шығармашылық дағдарыс деген өте үлкен бір проблема болатын сияқты. Ал түбіне үңілетін болсақ, менің ойымша баланс сақтай алмаудан сияқты. Себебі осы менде 2-3 апта немесе 1 ай алдын болды дәл осы дағдарыс. Ол кезде мен өзімді дизайнер ретінде мойындай алмадым. Сол үшін оған дейін жасаған проекттерімді, оған дейін жасаған проекттерім, жасап жатқан проекттерім барлығы болса да, білмеймін, сондай бір момент болды, менде өзімді дизайнер ретінде мүлдем қабылдай алмадым. Тіпті өзімді дизайнермін деп айтуға ұялдым. Ал соңында анықтап келе, оның барлығымен студентпін, жұмыс жасап жатырмын, қосымша тағы курстар алып, ізденіп, даму жолында жүргеннен кейін, мен дұрыс баланс ұстай алмағанмын. Мен жұмысымды бірінші орынға қойғам, тіпті өзімнен де бірінші орынға қойып, режимдерімді бұзу деген сияқты болды. Вот сол кезде мен балансты ұстай алмаған сәттен бастап уже менде барлығы кері кеткен сияқты болды. Ал оған дейін баланспен жүрген кезде ондай проблема болмаған. Менің анализім бойынша сол балансты ұстай алу керек. Керек кезде жұмыс жасау керек, керек кезде демалыс жасау керек. Жақсы жұмыстан кейін бір жақсы демалыс керек. Демалыс уақыты бекер берілмегенін сол кезде түсіндім. Керемет. Жалпы мен сізбен жиі араласып тұратын едік қой бұрындары. Сол кезде айтатынсыз, мен өзімнің ұйқы жүйеме өте қатты көңіл бөлетін адаммын деп. Бәлкім сол аралықта сіз ұйқы жүйеңізді бұзу деген секілді болмады ма? Таңға дейін жұмыс жасап кету дегендей. Иә, болды менде сол. Сол таңға дейін жұмыс жасау, тіпті воскресенье күндері де жұмыс жасау сияқты жалғасып кетті. Мен қатты беріп кеттім ол кезде жұмысыма. Соны құртып алғаннан кейін может болды. Жалпы қалай ойлайсыз, осы 5 күн жұмыс жасайсыз, өте жақсы, бірақ кішігірім мотивация алып қайту үшін тауға шығып қайту немесе табиғатқа шығып қайту адамды шабыттандырып, дизайнға бір ерекше бір серпін алып келеді деп ойлайсыз ба? Иә, әсіресе мен өзім байқап қарадым. Осы тауға шығу немесе адамдар жоқ тыныш жерлерге бару, ол маған шабыт береді әдетте. Өзім визуально өзімнің картиналарымды жасап аламын, дизайнға деген, бағыттарға деген сияқты. И одан кейін тыныш жерде, жаңағы тау сияқты жерлерде болып, демалып, миымды демалдырып деген сияқты. Ал қайттан келген кезде уже сіз жақсы күшпен, энергиямен келесіз, жаңағы картинаңызбен өзіңіздің 1 апталық немесе 1 айлық жұмысыңызды жасауға планмен келесіз. Ал егер демалыс болмаса, уже ол кезде сізде кері кету болады, деградация болады. Жаңа біз айтқан шығармашылық дағдарыс осы жағдайда болады дейсіз. Жақсы, менің бір жақын танысым бар, ол дизайнда да, кодингта да кез келген IT-дің бағытында жұмыс жасап жүрген қыз. Ол да шығармашылықтың адамы. Онымен бірге тауға немесе арнайы бір ресторанға хотя бы чай ішуге барсаң, міндетті түрде ноутбугын қосып қояды и тауға қарап ойланады или бірдемеге қарапайым адамдарға қарап отырды да ойланып отырады да, аяқ асты бір шығармашылығы оянып кететін кездері болады. Жалпы сізде бұндай жағдай жиі болып тұрады ма? Иә, менде де сол, мен ноутбуксыз жүре алмайтын болып қалғанмын. Менің достарым постоянно маған айтатын, ноутбугын тастап кетші сен деп ше, себеп тауға барсам да алып барам, кофейняға барсам да алып барам деген сияқты. Негізі, иә, шабытты бір таппаймыз ғой, ол өзі ойда жоқта келетін нәрсе. Сол үшін ноутбук әр кезде біздің қасымызда жүргені тиімді, бірақ кейде ноутбукты да тастап демалған дұрыс сияқты. Баланс сақтау үшін, қатты беріп кетпеу үшін. Жақсы. Ноутбук болмай қалған сәтте телефонның заметкиін ашып жазып қоярсыз, ол да бір мүмкіндік қой қазір. Жалпы өзіңіз шабытты тағы қандай нәрселерден аласыз? Шабытты мен тыныштықтан аламын. Тауға шыққан кезде, өз-өзіммен қалған кезде негізі маған жақсы идеялар келеді, шабыт келеді, өз-өзіммен болған кезде. Сол үшін адамдар көп болса да кейде
отырып өз-өзімен сәл ойланып қалған кезде уже идеялар келіп бастайды да, немесе бір әңгімелер болады, бір проблема болуы мүмкін, оны шешу мақсатында деген сияқты. Сол кезде дизайнның осындай үлес қоса аламыз, осындай қылып жасай аламыз деген сияқты жаңағы қызу әңгіме барысында келіп қалатын кездер болады. Ал негізінде сол маған өз-өзімен қалған кезде көбінесе шабыт келеді. Достар, Назима ханыммен болған сұхбат сіздерге ұнап жатыр деп ойлаймын. Сұхбаттағы сұрақтар алдын ала берілген жоқ. Себебі ChatGPT-мен сұхбат алып отырғандай болмайық деп сұрақтарды алдын ала бермедік. Тек бір реттік түсірілім арқылы түсіріп шыққан сұхбатымызды бағалап, қолдап кетсеңіздер қуанар едім. Ал егер де граф дизайн, веб дизайн, моушн дизайнды 3 айдың ішінде 0-ден бастап толық меңгергіңіз келсе, дәл қазір инста парақшаға өтіп толық мәліметтер ала аласыз. Сіз өзіңіз жаңадан бір осы дизайн саласын, графикалық дизайн саласын бастағысы келетіндерге қандай кеңес беретін едіңіз және қанша уақытта үйренуге болады деп ойлайсыз? Қазіргі тәжірибеңіз бойынша. Жақсы, жалпы дизайн бойынша бастапқы білімдер болатын болса, инструкциялармен жұмыс жасай алатын болса, ол опыт бойынша келеді, тәжірибе бойынша әр түрлі дизайн жасау арқылы ол шыңдала береді бастапқыда. Сол үшін бір 2-3 ай, максимум 2-3 ай болуы мүмкін. Одан кейін уже жұмыс жасап бастай берсе болады. Кішкентай проекттерден деген сияқты, қатты қиын емес деген сияқты, өзінің білімін шыңдау үшін мүмкін, тегін жасау мүмкін деген сияқты бастаса болады. Одан кейін жалпы үш кеңесім енді бастап келе жатқан адамдарға, сіздер басында клиенттермен жұмыс жасап бастаған кезде прайсты қоюдан ұялмау керек. Нақты дұрыстап өз жұмысын бағалай білу керек, құнсыздандырмау керек. Ол құнсыздандырудың өзі жаңағы шығармашылық дағдарысқа алып келеді соңында. Өзін мақтай алу керек, жұмысын мақтай алу керек. Клиентпен келіскен кезде, сол үшін жұмыс біткен кезде басты келісіп алу керек нәрсе, ол мысалы үшін қатемен жұмыс болады ғой, может олар айтуы мүмкін, осы жерін өзгертейік, осылай қосайық деген сияқты. Сол кезде 2 немесе 3 ретке келісіп алыңыз, жаңа келіскен суммаңызға қарай. Сосын осыншама рет мен тегін жөндеп беремін, ары қарай уже сіз ақысын төлеуіңіз тура келеді деген. Сол кезде жаңа клиентте ойын жинақы түрде дұрыс тызы беріп бастайды дизайнерге. Ал екінші айтатын кеңесім, дизайнды бастаған кезде қорықпау керек, жасай беру керек негізі ше. Басқалармен салыстырмау керек. Өзіні бір ерекше тұлға ретінде, дизайнер ретінде қалыптастыру үшін ол бастапқы этаптарда қате нәрселер болуы ол үйреншікті нәрсе, бірақ ол үшін адам өз-өзін кінәламау керек. Әсіресе дизайнерлерде сондай болуы мүмкін. Бірақ жаман дизайн жоқ негізінде. Сіз ол бойынша білім алдыңыз, түстер жайлы, шрифттар жайлы білім алдыңыз, ары қарай соны жасап жатырсыз, тек талғам әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ өзіңізге ұнаған дизайндарды жасап шыңдала беру. Өз-өзін сынамау қатты. Одан кейін үшіншісі, клиентпен жұмыс жасаған кезде, мысалы үшін клиент сізге бір тызы береді, сол бойынша жұмыс жасау керек. Мүмкін ол тызы тематикаға сай емес болуы мүмкін. Мүмкін ол басқа нәрсе қалауы мүмкін, дұрыс емес тызы беруі мүмкін. Сол кезде сіз 2 нұсқа ұсынсаңыз болады. Мысалы үшін сіз жаңағы берілген тызы бойынша жасап бересіз, екіншісі өз қалауыңызға сай, айтылған проектке сай өзіңіз тызы жасап, соған келеді ау деген сияқты өз талғамыңызбен, мүмкін трендпен болуы мүмкін. Осындай 2 нұсқа ұсынып көрсеңіз, әдетте ол сізге жақсы тәжірибе болады және сервис жағынан да ұтасыз. Ерекше методика бұның өзі ұсынатын. Осындай 2 нәрсе жасап көріңіздер деп айтқым келеді басында тәжірибе үшін. Жақсы, өте керемет. Бұл көрермендер үшін өте пайдалы кеңес болды деп ойлаймын. Жалпы осы дизайн саласы туралы қоғамға әсері, осы дизайнның көмегімен қандай мәселелерді шешуге болады, қоғамда жақсартуға қалай көмегін тигізе алады, осы туралы айтып кетсек. Жақсы, жаңағы айтқандай дизайн мен үшін барлық деген терминмен тең ғой. Біздің тұрмыс тіршілігімізде, мысалы үшін үй, машинадан бастап балалардың ойыншығына дейін дизайн бізде әсер етеді. И дизайн ақпаратты немесе бір эмоциялық тұрғыда немесе жеткізу керек сезімдерді визуально біз әлеуметтік қоғамға жеткізе аламыз дизайн арқылы. Және оның басты тағы бір мақсаты ол функционалдық. Сол арқылы біз адамдардың өмірін жеңілдете аламыз.
Мысалы үшін бұрындары машина кілтпен от алдыратын болса, қазір бір кнопканы басу арқылы от алады деген сияқты. Оның өзі бір дизайнның саласы да. Дәл солай қоғамға біз әсер ете аламыз. Мысалы үшін осы жақында менде бір проект болды. Ол жерде менің миссиям былай болды. Бізде жануарлар бар ғой, мысық, ит, мысалы үшін көше жануарлары, жаңағы қоқыс маңайында жүретін жануарлар, әдетте олар шыны ыдыстың зардабынан көзін, аяғын, қолын жарақаттауы мүмкін, немесе денелеріне тыртық болуы мүмкін. Оның өзі жануарларға үлкен травма болады. Мысалы үшін одан кейін барып олардың тез психологиялық түрде әсер етеді, жаңағы сыртқы бейнесі немесе өзінің ақсаңдығы деген сияқты. Соны шешу мақсатында мен ойладым постер жасау деген сияқты. Мысалы үшін постер жасап, жаңа мусор ыдыстарының сыртына жапсырып қойсақ, үндеу ретінде. Мысалы үшін ол жерде жарақат алған жануардың бейнесі тұрады. И адам қараған кезде түсініксіз ол ойланады. И одан кейін түсінікті болу үшін QR код жапсырдық. И ол QR кодпен көрген кезде уже видео бар. Шыны ыдыстарды орап салу керек, қоқысқа бөлек салу керек деген сияқты. Біз солай қоғамдағы мысалы үшін кішкентай нәрселерден бастап үлкен нәрселерге дейін бара аламыз, осылай жақсарту мақсатында. Одан кейін дизайн жалпы мәдениетпен де байланысты ғой. Жалпы ортадағы мәдениетті, қоғамдағы мәдениетке де біз үлес қоса аламыз. Осындай керемет дизайндар жасау арқылы жалпы солай барлық салада өз үлесімізді қоса аламыз. Например, брендтердің өзі дизайнның арқасында логотиптері жұртты бір көргеннен уже біледі, осындай бренд деген сияқты ше. Сол үшін дамуға, өмірін оңайландыруға көмектесе алады. Солай қоғамды жақсы жаққа өзгерте аламыз. Мен тыңдап отырып таңғалдым, шыны керек, дизайнның біздің қоғамға тигізіп жатқан әсері өте көп екен. Мен жаңа айтып кеткенімдей, дизайнға осыған дейін қызықпағандықтан мен бұл нәрсе туралы тіпті ойланып көрмеппін. Шынымен де біз жан-жануарларды кейде ұмыт қалдырып жатамыз. Кейде болады, қарт кісілер, көзі көрмейтін кісілер болуы мүмкін, жүруге қиналатын кісілер, оларға да осы дизайнның пайдасы көп секілді деп ойлаймын негізінде. Жолда жүруіне оңай болу үшін. Дизайн туралы естіп отырып қатты шабыттандым. Жалпы мен графикалық дизайнер туралы іздеп қарап түсінуге тырыстым. Графикалық дизайн негізі брендті дамытуға арналған, иә. Брендті қандай да бір мамандықты или саланы көтеріп беруге, әдемілік арқылы адамдарға әсер етуге тырысады. Осы туралы өзіңіздің сөзіңізбен айтып беріңізші. Сіздің енді мамансыз ғой осы салада. Жалпы жаңағы әрбір брендтің өзінің жеке идентикасы болады, түстері, шрифттері деген сияқты ше. И оны көрген кезде адамдар бірден таниды. Осындай ерекше стильде әр нені өзіндік бір құндылықтары болады, әр брендтің деген сияқты. Соған сай жұмыс жасалынады. Оның ішінде олардың нелер болуы мүмкін, қолданатын құралдары болуы мүмкін, логотиптері болуы мүмкін. Оның барлық бір брендинг, идентикалары болады, сол арқылы ерекшеленіп тұрады. Сол үшін дизайн жақсы жұмыс жасайды. Ал негізінде жаңа брендтердің бренд болып қалыптасуы үшін оның логотиптері ғой енді бірінші адам танитын, стилистикасы деген сияқты мағына жату керек. Мысалы үшін жасаған кезде, мысалы үшін типография мен логотиптер болады, немесе бір знактармен болады деген сияқты. Ал үңіліп қарасақ, оның әрбір бұрышында немесе бір фигураларында деген сияқты мән мағына жатады. И оны адам көрген кезде оны сезінеді негізі. Біз жұмысқа барынша мағына беріп, махаббат беріп жасаған кезде, оны көрген адамға да дәл солай сезінеді. И оны пайдаланған кезде жаңағы берілген мағынаны ол сезінеді. Өте керемет. Жақсы, бізде бүгін өте керемет, көрермендерге пайдалы сұхбат болды деп ойлаймын. Сіз өзіңіздің осы көрермендерге арнап бір тілегіңізбен осы бір подкастымызды тәмамдасақ. Жақсы. Егер де сіздерге дизайн саласы қызық болатын болса, ізденіп көріңіздер. Негізі дизайн ол IT-дің ішіндегі бір ерекше бір сала. Дизайнның және бағыттары көп: 3D, motion дизайн, график дизайн, UI UX, веб дизайн деген сияқты зерттесеңіздер, өте кең сала. Қызықсаңыздар, жұмыс жасау өте керемет, және нарықта көп
дизайнерлер болғанымен мықты дизайнерлер аз деп жатады. Солардың ішінде егер де қызықсаңыздар, мықты дизайнер болуларыңызға тілектеспін. Жақсы, бүгінгі подкастымыз сіздерге ұнаған болса, осы видеоға лүпіл қалдырып, комментарийға тағы қандай сұрақтарыңыз бар, бәлкім Назима ханымды алда тағы да шақырғаныңызды қаласаңыздар, пікір қалдырып, сұрақтарыңыз болса, оны да жазып кетіңіздер. Ұнаса, ұнағанын да жазып кетсеңіздер, біз қатты қуанып қалар едік. Сау болыңыздар.